Баршаңызға қайырлы кеш достар, сіздермен Айнұр. Қыстың қамын жаз ойла деп, бүгін сіздермен түрлі жемістерден ассорти компот дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен біз банкаларымыздың қақпағын және банканың өзін ыстық суға булап, залалсыздандырып аламыз. Шамамен 5-6 минуттай ұстасаңыздар жеткілікті. Және де банкаға құятын суымыз сақырлап, қайнап тұруы қажет. Банканың барлығын жақсылап булап болғаннан кейін өзіңізге ұнайтын жемістерді қосып шықсаңыз болады. Мен қара өрік және алма түрін пайдаландым. Шамамен 10-12 дана қоссаңыздар болады. Және де 3-4 тілім апельсин және кішкене мята қостым. Бірақ ол міндетті емес. Өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да қоспасаңыздар да өз еркілеріңіз. Осылай жемістің барлығын банкамызға құйып болғаннан кейін, ендігі кезекте қайнап тұрған ыстық суымызды толықтай барлығына құйып шығатын боламыз. Буланған қақпағымызбен бетін жауып, шамамен 20-25 минутқа қалдырамыз. Уақыт өткеннен кейін кастрөлге өзінің суын толықтай қайтадан құйып шығамыз. Негізі бірден қантын салып, суын құйып дайындасаңыздар да болады, бірақ осы әдіспен жасап көріңіздер. Барлық банкадағы суды толықтай құйып алғаннан кейін тағы да қайнатуға жібереміз. Ендігі кезекте ол суымыз қайнағанға дейін суының бәрін құйып болғаннан кейін 2 литр банкаға 200 грамдай қантты саламыз. Дәл осылай барлық банкамызға қантты толықтырып шығамыз. Үстіне жаңағы кастрөлге құйған суымызды бір қайнатып, банкамыздың үстіне құятын боламыз. Бетін қақпақпен жауып, барлығын толықтай осылай жасап шығатын боламыз. Құрметті менің достарым, егер де видеоны соңына дейін қарап жатсаңыз, каналымның дамуына үлес қосып, подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Ыстық суымыздың барлығын құйып болғаннан кейін, арнайы банка жапқышпен ауа кірмейтіндей етіп, жақсылап жауып шығамыз. Ішіне қосқан қантымыз толықтай еру үшін міндетті түрде осылай айналдырып шығатын боламыз. Сол кезде қантымыз толықтай ериді. Барлық банкілерімізді міндетті түрде осылай жасап шығамыз. Барлық банкаларымыз дайын болғаннан кейін терісінен қаратып, үстінен қалың мата немесе одеяло жауып қойсаңыздар болады. Осымен біздің қысқа дайындап қойған ассорти компоттарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де достар, менің арнамда бұдан да көптеген керемет рецепттер бар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.